Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Барлығымыздың үйімізде компьютер бар, ноутбук бар. Егер де бұрын алынған ноутбук компьютерлер болса, оның жұмыс істеу жылдамдығы өте азайған болуы да мүмкін. Тіпті жаңағы процессоры жаңа болса да, кейбір компьютерлер, ноутбуктер өте асықпай жұмыс істеп, жүйкемізді жұқартатын үшін енді. Сол компьютердің асықпай жұмыс істеуіне ең басты себепкер, ең басты кінәлі осы компьютерімізде, ноутбугімізде тұрған андай қатқыл диск, жесткий диск деп айтады. Сол диск уақыт өте келе асықпай жұмыс істей бастайды. Тіпті жаңа Windows-ты переустановка жасасақ та ешқандай өзгеріс болмайды. Сол асықпай істеген күйі асықпай жұмыс істеп тұра береді. Сондай олқылықты жою үшін мінекей мен Қытайдан Gearbest сайтынан алдырдым осындай SSD диск. Бұның ішінде қарапайым жаңағы жесткий дисктің ішіндегі сияқты айналмалы диск емес, бұның ішінде флеш память, жаңағыдай флеш жады. Мінекей дәл осындай флеш жадылар. Сол флеш жадылардың арқасында осы компьютеріміз, осы дисктің ішіндегі ақпаратты оқуы өте жылдам болып, компьютеріміз жылдам жұмыс істейді. Бірақ егер сізде ноутбук болса, ноутбуктердің ең бір кемшіл тұсы, ноутбуктың ішінде бір ғана жесткий диск сияды. Егер мынаны қоятын болсақ, бұл енді бұлардың көбінің жадылары аз болады. Мысалға менікі 120 гигабайттық версиясын алдым. Енді бұлардың да көп жадысы бар, бірақ олар өте қымбат тұрады. Негізі 60 гигабайттық версиясын алса да болады, бірақ енді бұл жерде жады аз да болады. Егер үлкен ойындар жазатын болсақ, орын жетпей қалуы мүмкін. Сол себепті мен мінекей мынандай 120 гигабайттық версиясын алдым. Мінекей ноутбугімізде жаңа айта кеткенімдей, ішінде бір ғана жесткий диск тұрады. Ол жесткийдің орнына мына жесткийді қоятын болсақ, бұның ішінде көлемі аз, әрі ішіндегі мына өзіміздің ноутбуктегі ақпаратты жоғалтқымыз келмейді деген сияқты. Ондай жағдайда не істеу керек? Ондай жағдайда мінекей бізде ноутбугімізде мінекей көбіміз қолданатын DVD, CD оқитын осындай оптикалық дисковод бар. Сол дисководтың орнына мінекей мынандай құрылғының көмегімен өзіміздің ноутбуктегі қатқыл дискті жалғап, қатқыл дисктің орнына мінекей мынандай SSD дискімізді жалғайтын болсақ, бізде екі диск болады ноутбуктың ішінде. Соның арқасында өзімізге керекті ақпаратты және дискіміздің көлемінде жоғалтпаймыз, әрі осындай дисктің көмегімен ноутбугімізде, компьютерімізде жылдам жұмыс істейтін болады. Мінекей ол үшін ең алдымен ноутбугіміздің арт жағын ашып аламыз. Енді мен ноутбугімде осылай орнатылған. Енді басқалардың ноутбугінде, сіздердің ноутбуктерде қалай орнатылғанын білмеймін. Шамамен осылай болады. Бұл жерде бірінші кезекте мінекей мына дисководты шығарып аламыз. DVD дисковод ол үшін мінекей мына жерде осы DVD дисководты ұстап тұратын өзінің осындай бір бұрандасы болады. Сол бұрандасын бірінші шығарып аламыз да дисководымыздың өзін суырып аламыз. Мінекей дисководымыз алынды. Переходник сатып алатын кезде ескеріңіздер, мінекей мынандай переходниктің екі түрі болады. Бірі мінекей 12,7 мм-лік, енді кішкене қалыңырақ болады, екіншісі 9,5 мм-лік болады. Соны ескеріңіздер, осы дисководты шығарып, егер тапсырыс беретін болсаңыздар, осының көлемін өлшеп біліп алғандарыңыз дұрыс. Және екінші кезекте мінекей мына жердегі өзіміздің ноутбукте орнатылған қатқыл дискті шығарамыз. Бұл қатқыл диск мінекей мынандай өзінің ұстағышында ұсталып тұрады, 4 болтпен. Бірінші сол 4 болтты шығарамыз. Мінекей қатқыл дискіміздің түрі осындай. Мінекей мына жерде моторчигі бар, ішінде кәдімгідей айналып тұратын темір сияқты бір диск болады. Енді сол қатқыл дисктің орнына мінекей мына SSD дискімізді қоямыз. Енді мінекей мына алынған қатқыл диск рамасына қатқыл дискіміздің өзін орнатамыз. Ол үшін мінекей мына жерде 3 тал бұрандасы бар. Осы 3 бұрандасын алып, мына платасын шығарып аламыз да, мына қатқыл дискімізге жалғаймыз. Мінекей арт жағы осындай. Өстіп жалғап аламыз да, қайтып орнына сала саламыз. Раманың өзінің комплектісімен бірге келген осындай 4 бұрандасы бар. Сол бұрандалардың көмегімен қатқыл дискімізді ұстатып аламыз осы рамаға. Мінекей бұрандалардың бәрін ұстаттым, бекіттім. Мінекей мына жерде 3 бұрандасын да орнаттым. Ендігі кезекте мінекей мына
осы дисководтың өзіндегі мынандай фиксатор бар. Ендігі кезекте мына дисководымыздың қақпағын аламыз да мынаған орналастырамыз. Ноутбугімізге салған кезде мына жер осылай өңірейіп ашылып қалмас үшін. Бұл қақпақ оңай алынады. Мынандай екі талқаны фиксатор бар. Бұл фиксаторларды арт жағынан итеріп жатып шығарып аламыз. Дәл осылай оп-оңай орната салады. Енді дискіміздің өзін орнатамыз осылай. Бәрін орнаттық. Енді ноутбугімізді қосып көреміз. Достар, мына жерде бізде екі диск болғандықтан, екеуінде де менде қазір Windows операциялық жүйесі қойылған. Сол екеуінің жаңағы өзіміздің қарапайым қатқыл дисктегі операционка жүктеліп кетпес үшін бірінші кезекте BIOS-қа кіріп, жаңа first device дейді. Яғни бірінші қандай дисктен загрузка жүру керек, соны настройка жасаймыз. Ол үшін BIOS-қа кіреміз. Boot деген жерде бірінші орында менде ST1000 деп тұр, яғни жаңағы Seagate 1 терабайттық жесткий дискім тұр, қарапайым. SSD емес, SSD 120 гигабайт ең соңында тұр. Бұны бізге ең алғашқы орынға қою керек, ең бірінші. Ол үшін белгілі аламыз да F6 батырмасын басып отырып, ең жоғарыға шығарамыз. Енді F10 батырмасын басамыз. Save configuration change and exit now дейді. Яғни сақтап шығамыз ба дейді. Ең басамыз. Кетті. Бізде қосылды. Мына жерден де сәл-сәл үлгермей қалдым. Секундамермен өлшеп жатамын. Өте жылдам қосылады. Мына жерде пароль қойып қойған едім. Әп-сәтте қосылды. Енді мына жерде Photoshop'ты запуск жасап көреміз. Өте жылдам жүктеліп жатыр. Мына жерде қатқыл дискімізге түсіп жатқан жүк онша көп емес. Vegas'ты ашып көреміз. Менің видео монтаж жасайтын программам. Бұл жүктеліп жатыр. Қатқыл дискке түсіп жатқан жүк 31% қана, 44%, 65%, 70%, 97% дейді. Максимум осындай тіпті алдыңғы жасалған обзор ZTE-ның монтажын бірақ ашып берді. Осылай SSD дисктің көмегімен өте жылдам жүктеліп жатыр. Айырмашылығын көрген шығарсыздар, 1,5 минут болмай барлық Windows'ты да Photoshop пен Vegas'ты толықтай ашып берді. Достар, егер де үйлеріңіздегі компьютер, ноутбуктарыңыз асықпай жұмыс істеп, көңілдеріңізден шықпай жатса, осындай SSD-дің көмегімен компьютерлеріңізді, ноутбуктеріңізді әлде қайда тіпті 2-3 есе жылдам етіп алуға болады. Жүктелуін, программалардың ашылуын. Негізі былай жұмыс істеп отқан кезде, мысалы қарапайым интернет қарап отырсақ, онша білінбейді, бірақ мынандай ауыр программаларды ашқан кезде, Windows жүктелген кезде өте қатты байқалады. Достар, әзірге осы SSD дискке жаңағы коробкасына барлығына сілтемелерді төменде қалдырамын. Назар қойып көргендеріңіз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.